Сәлем достар, мен бүгін сіздерге көкпайдан осындай дәмді, нәзік болып шығатын картошка десертін жасайтын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Ол үшін бізге көкпай корждары, сгущенка, какао, сары май, вафельный крошка, крем және кокосовый стружка қажет болады. Ең әуелі корждарымызды блендердің көмегімен ұнтап аламыз. Корждарымыздың барлығын осылай ұнтап аламыз. Ұнталған корждарымызды үлкен ыдысқа салып қоямын. Енді кремін жасайтын боламын. Ол үшін сары майымызды ыдысымызға саламыз. Оның үстіне сгущенкамызды құямыз. Содан кейін какаоны саламыз. Осыны блендердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Біздің креміміз дайын. Дайын болған кремімізді ұнталған ұнтағымыздың үстіне құямыз. Енді лопатканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Бізде осындай бір келкі масса шығуы қажет. Дайын болған массамызды домалақтап алып, мұздатқышқа 5-10 минутқа қойып қоямыз. Мұздатқыштан шығарып алдым. Енді осыны формаға келтіреміз. Осылайша ширатамыз. Өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар да болады. Мен осылай жасағанды жөн көрдім. Өздеріңіз домалатып жасасаңыздар да болады. Енді осыны кокос жаңқасына аунатамыз. Енді вафельная крошкамен әсемдейтін боламын. Өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер де болады. Жаңғақ та себуге болады. Біздің картошкаларымыз дайын болды. Осындай әдемі болып шығады. Жасап көріңіздер. Осындай дәмді, нәзік болып шығады. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі жолы менде медовый торт пломбир креммен болады. Жіберіп алмаңыздар. Сіздермен бірге болған ардақ, тыңдағандарыңызға рахмет.